Бәріне сәлем, мен бүгін сіздермен сметаник деген пирогтың рецептісімен бөлісемін. Жасап көрсеңіздер, сіздерге дәмі ұнайтынына 100% сенімдімін. Ыдысқа ерітілген сары май мен қантты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бір жұмыртқа мен 2 ас қасық қаймақ саламыз. Онымен қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған қаймақ, 5 ас қасық қант, ванилин және 3 жұмыртқа салып, біркелкі болғанша венчикпен араластырамыз. Пісіретін формочкаңыздың астына пергамент қағазын төсеңіз, менде тефлоновый лист, және видеодағыдай қамырды бортиктарын жасап қолмен жаямыз. Қамырымызды міндетті түрде вилкамен тесіп шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 50 минут пісіреміз». Дайындап көрген болсаңыз, комментарийге пікіріңізді жаза кетіңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.